Құрметті оқырмандар, назарларыңызға халықтың жаны салт дәстүрлерде виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Кітап көрмесінің алғашқы бөлімі халқымыздың салт дәстүр, әдет-ғұрыптарын тереңнен танып білуге бағытталған арнайы форматтағы кітаптармен жасақталса, әрі қарай аталған тақырыпты қамтитын жайпақ баспалы қаріптегі кітаптармен толықтырылған. Назарларыңызда кітапханамызда шығарылған арнайы форматтағы, оның ішінде кітапхана қорындағы Braille қарпіндегі салт дәстүрлер хақындағы кітаптар. Халықтың қалпы ата салт кітабы. Кітапханамыздан шыққан Braille қарпіндегі бұл кітапшада халықтың даналық қасиеті, асыл қазынасы саналатын ұлттық дәстүр түрлері туралы айтылады. Оның ішінде қазақтың ұлттық ойындары көкпардан бастап күрес, әңгір, тоқым қағар, монданақ сынды ойындары туралы, ойын той сипаттары, ата-ана, ене тәрбиесі, ата жолы саналатын батаның түрлері хақындағы мәліметтер қамтылған. Келесі кітапханамыздан шығарылған Braille қарпіндегі кітапшасында ғалым Халел Арғынбаевтың қазақтың отбасылық дәстүрлері және Мақсот Бергеннің баба дәстүр баяны кітабынан материалдар жинақталған. Дәстүрлі отбасы және отбасылық қарым-қатынастар, некелесу ғұрыптары, қалың мал, қазіргі отбасы және некелік қатынастар туралы қысқаша мәліметтер келтірілген. Және кітапханамыздағы балаларға оқуға түсінуге жеңіл жайпақ баспалы қаріп түріндегі «Сен білесің бе» сериясынан жинақталған Braille қарпіндегі «Салт дәстүр асыл қазынам» кітапшасы. Мұнда салт дәстүрлер туралы ақпараттар қысқада нұсқа немесе өлең жолдары арқылы берілген. Сондай-ақ кітапханадан жылына 2 рет жарық көретін «Әдемі ай қыз-келіншектер» журналында да салт дәстүр айдары бар. Асыл мұра киіз үй кітапханамызда жарық көрген көп форматты жаднама. Киіз үйдің тарихы, құрылымы, бөліктері туралы ақпараттармен қамтылған. Жаднама Braille қарпінде және үлкейтілген қаріпте шығарылған. Отбасы хрестоматиясының әлдейден эпосқа дейін аудио кітабы. Кітап облыстық арнаулы кітапхананың дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. Жалпы уақыты 13 сағат 37 минутты құрайды. Және оқырманның ұлттық дүниетаным көкжиегін кеңейтуге ықпал ететін этнограф Аюбай Құралұлының қазақы тыйымдар мен ырымдар аудио кітабы да бар. Виртуалды кітап көрмемізде зағип жандарға халқымыздың ұлттық құндылықтарын жеке тануға көмектесетін бесік, асық, алтыбақан сынды бедерлі графикалық суреттер ұсынылып отыр. Жайпақ баспалы қаріп түрінде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде Алматы кітап баспасынан шыққан Сейіт Кенжахметұлының қазақтың салт дәстүрлері кітабы, ырым тыйымдардың шығу тарихы туралы сыр шертілетін отбасы хрестоматиясының этнопедагогика негізінде құрастырылған салт дәстүрлер сөйлейді кітабы және дәстүр этнографиялық журналында оқуға ұсынамыз. Балаларға арналған «Сен білесің бе» сериясы бойынша шығатын кітаптардан да салт дәстүр әдет-ғұрып туралы жан-жақты танып білуге болады. Құрметті оқырмандар, баршаңызды виртуалды кітап көрмемізде ұсынылған әдебиеттерді оқуға шақырамыз.